Сіздерге арнайы карточканы дамыту жолдары деген бонус сабақ түсірдім. Бұл не үшін керек? Және де мен Каспиге кіргенме 2 ай болса да осы тақырыпта өте көп іздендім. Себебі карточка деп отқанымыз ол сіздің бір затыңыз. Мысалға ол бір резинка болуы мүмкін. Осы резинканы дамытудың жолдары, яғни топқа шығару. Сіздер Каспиге бір затты іздейтін болсаңыздар, ойыншық іздейтін болсаңыздар, қалай резинка іздейтін болсаңыздар, резинка деп жазған кезде осы зат бірінші, екінші қатардан шығу үшін не жасаймыз? Қандай жұмыс жасаймыз, отзывын қалай көбейтеміз деген сұрақтарға осы сабақта жауап беретін боламын. Карточканы дамытудың мен сіздерге 3-4 немесе 4-5 жолын ұсындым. Қазір оны алда көре жатасыздар. Бірінші жолы ол сатып алушыға хабарласу, яғни сіздерден біреу резинкаға заказ берді. Барлық мысалым осы резинка туралы болады, до конца түсініктірек болу үшін. Резинкаға заказ берді, алды адам. Сіздер ол адамға міндетті түрде хабарласыңыздар. Яғни ең алғашқы заказдарды солай хабарласып, топқа шығарып алғаннан кейін әркімге хабарласып жүрудің қажеті жоқ болады. Ал басында осы затты топқа шығаруымыз керек. Ол үшін бірінші аман-есен бармағанын, заттың мысалға сіздерде бытовой техника болуы мүмкін, техникалар болуы мүмкін, қалай қолдану керек екенінен хабар берсеңіздер звондаған кезде. Мысалға оны мынандай қолданады, аман-есен жетті ма, сынбай барды ма деген секілді. Және мәдениетті түрде ең соңында онда сіз біздің алғашқы клиенттеріміздің бірі едіңіз, сіз бізге отзыв қалдырсаңыз қуанып қалатын едік деген секілді сөздер айту. Яғни міндетті түрде отзыв қалдырыңызшы деген сөздерді айтпау, өйткені олай болатын болса сіздерге наоборот клиенттер уже жолағысы келмей қалуы да мүмкін. Екінші жолы блогерлерге реклама. Инстаграмдағыдай дәл осы Каспиде де блогерлерге реклама жасатуға болады. Ол қалай десеңіздер, бір адамды табасыздар, мини-блогер болсын, бірақ үлкен миллионник блогерлердің қажеті жоқ, өйткені олардан мүлде олай не болмайды. Өте кішкентай ауқымды. Мысалға, резинканы рекламалау үшін сіздер қандай мини-блогер таба аласыздар? Бьюти-блогерлерге немесе кішігірім әйтеуір дәрігер блогер болуы мүмкін, ана блогер болуы мүмкін, сондай кішкентай 10 мың, 20 мың несі бар, бірақ оның сөзі жақсы өтетін блогер тапсаңыздар, оған хабарласып, менің осындай Каспиде заттарым бар еді, әртүрлі заттар, соның ішінен мысалға сіздер 5 мың теңгеге, 10 мың теңгеге зат алсаңыз, бартерге, рекламаға қалай қарайсыз деп хабарласасыздар. Және олар деп разы болса, оларға ақшасын аударып жіберсеңіздер болады. Аударып жіберу деген бірақ өзіңіздің ИП карточкаңыздан емес, басқа біреу арқылы аударып жіберген жақсы. Өйткені Каспи бұның бәрін көріп отырады, көргеннен кейін сіздерді оп-оңай банға салып тастауы мүмкін. Сол үшін абай болыңыздар, магазиндеріңізді Каспи оңай жауып тастауы мүмкін. Одан кейін сіздер оған өзіңіздің карточка нөмірі деген Каспи карточка емес, мынау резинканың карточканың нөмірі болады өзінің. Мысалға мен SB 415 деген сияқты сондайды бересіз да. Міне осы жерде сәлем балапан немесе жаңағы магазиндеріңіздің атын айтасыздар да, осы жерге кіріп көрсеңіздер, қандай заттар бар екенін ішінен сол 10 мың теңге көлемінде зат сатып алсаңыздар жақсы болады деген секілді айтсаңыз. Және де ол блогер алғаннан кейін, мына магазин күштікен емес, мынау резинка күштікен, қараңыздар, оны былай тағуға болады. Немесе сіздерде не болуы мүмкін, щетка болады болса, ол щеткамен осылай қолдануға болады. Мен кеше Каспиден осындай щетка алып едім деген секілді. Блогерлер де өздері жақсы рекламалайтын болсын, оны да міндетті түрде алдын ала біліп алыңыздар, ол блогер жақсы рекламалай ма, оны тыңдай ма деген секілді. Мысалға ыдыс сататын болсаңыз, әдемі ыдыстардан берсеңіз, ол оны қолданып жатқанын, оны дастарханға қойып жатқанын көрсетсе, тек қана міне алдым, қараңыздар, осыны алып алыңыздар Каспиден емес, арнайы сіздердің карточка нөмірлеріңізді жазып кетсе, осы SP бірдеңе дегенді мысалға жаңағы теріп алсаңыздар, осы резинкаға тікелей барасыздар деген секілді. Ол да сіздердің затты сатып алу. Зат өте көп сатып алынған сайын Каспи оны итак жоғары қарай шығара бастайды. Өйткені ол білет, яғни сіздер де бір затты іздеген кезде кірсеңіздер, высокий рейтинг деген секілді солай тұрады. Алдағы ең алғашқылар ұсынғандар ол ең көп сатылымда болған деген сөз. Одан кейін абайлаңыз дегенді мен айтып өттім, яғни өзіңіздің карточкаңыздан ақша аудармаңыз. Одан кейін карточканы әсемдеу дегенге ең күшті мысал ол Wildberries-тен қарасаңыздар болады, немесе AliExpress-тен. Бір әдемі сурет жасасаңыздар,
мысалға бір көрсетейін мынандай. Анау детский резинки для волос осындай мынандай 50 штук бар комплекте, мынандай сантиметр деген секілді қараған кезде уже деп бір алғың келіп қызығып қаласың. Ішінде қандай заттар бар екен деген секілді. Дәл осылай сіздер де өздеріңіздің карточкаларыңызды әдемілесеңіздер болады. Бірақ кейде Каспийдің бір несі болады, ережесі болады. Заттарды салмау керек. Мысалға, мен Wildberries'тен просто точ-точ соны алып салған кезде олар оның көшіріп алынған екенін біліп алып тастады. Сол үшін мүмкін болса өздеріңіздің қолдарыңызбен жасаңыздар, қазақша қосыңыздар, орысша қосыңыздар, бәлкім әйтеуір өздеріңіз әсемдесеңіздер болады. Адамдар қызыққан кезде бүкіл сұрақтың жауабы тұрса күшті болады. Кеттік, бұл бізде 3-ші тәсілі болды, Енді 4-ші тәсіл Каспи реклама жіберу. Бұны мен қолданып көрдім, және шынымен жақсы жұмыс істейтінін білемін. Бірақ Каспи рекламаға жіберерден бұрын сіздер оның бағасын затқа алдын ала қосқан болуларыңыз керек, өйткені бұл ақша. Ең алғашында Каспи сіздерге 20 000 теңге бесплатно береді. Қазір бере ме новый клиенттерге білмедім, бірақ маған берді. Мен сол 20 000 теңгені қолданып, бір күнде 5 зат саттым. Яғни бір заттан 5 зат саттым. Әшейін мысалы резинканы айтайын, резинка емес, ол көлемді зат болды. Сол көлемді заттан мен 5 зат бір күннің ішінде саттым, осы Каспи рекламаның арқасында. Яғни Каспи реклама жұмыс істейді екен. Ол үшін сіздер міндетті түрде бір затты таңдайсыздар, көлемді болсын, өйткені рекламаға ақшаға кетіп қалған кезде 400 теңгенің затын рекламаға беру вариант емес, өйткені қаншама адам қызығып клик жасайды да, сізден 4000 теңге алып қалады бір 400 теңгенің заты үшін. Сол үшін көлемді бағадағы 5 000 болсын, 6 000 болсын, немесе 10 000 болсын, сондай затыңызды алып рекламаға жібересіз, және өзіңіз қайта-қайта қарап отырыңыз. Реклама қалай жіберу керек екенін, оны да міндетті түрде сіздерге үйрететін боламын. Қайта-қайта қарап отырыңыздар, клик бар ма, жоқ па, просмотр қанша болып жатыр деген секілді, және ол өтіп жатыр ма деген. Кейде мынандай болуы да мүмкін. Адамдар корзинасына жинап қояды да, дәл сол реклама болған күн емес, ертеңіне, арғы күні заказ беретін күндер бар. Сосын рекламаның соңында соның ақшасын есептеп, мысалға сіздерден рекламаға 3000 теңге алды, ал сізде қанша зат өтті? 5 зат өткен болса, сол 3000-ді 5 затқа бөліп, ішіне ендігі ақшасына қосып рекламаны қолдансаңыздар жақсы болады деп кеңес беремін. Өйткені менде жақсы болды. Одан кейін бұл 4-ші. Келесі, ең соңғы 5-ші сіздерге ұсынатым, ол товардың жанына қосымша бірдеңе салу. Сол үшін сіздердің товарларыңыз егер көлемді болатын болса, немесе кішкентай резинка болатын болса, мысалы 300-400 теңге тұруы мүмкін, оған не салу, тағы да сыйлық салу вариант емес. Оның жанына сіздер визитка салсаңыздар болады. Әдемі визитка жасап, өздеріңіз принтерден бір рет шығарып қойсаңыздар болады. Бір А4-ға 5-6 емес, 10 жақты кететін шығар визиткалар. Сол визитканың үстіне жазасыздар: менің магазинім, сәлем балапан, нөмірге хабарлассаңыз болады. Және де визитканың артында, или сол жанындағы сол астында сізде қандай тағы да қызықты заттар бар, соның суреті тұрса. Соның суреті тұрса, вообще күшті болады. Адам тағы да қызығады. Мына магазиннен мен тағы да мысалға киім заказ берсем болады екен, бутылка заказ берсем болады екен, щетка заказ берсем болады екен деген сияқты ана визиткадан қарай алады. Одан кейін открытка. Егер көлемді зат болатын болса, 2-3 мыңның заты болатын болса, сіздер әдемі открытка жазып жіберсеңіздер болады. Бүгінгі күн мысалға ерекше күлімдеп жүріңіз деген секілді әдемі открытка кімге ұнамайды, менің өзіме де біреу открытка жазып жіберсе қатты қуанып қалар едім. Сол үшін ондай кішкентай детальдар да адамдарды қуантып, отзыв жазуына итермелейді. Ал отзыв жазылған товар міндетті түрде топқа шығады. Одан кейін кішкентай сыйлық дегенім, жаңағыдай сіздерден 5000 теңгеге зат алып жатса, қасына 100 теңгелік бірдеңені сыйлыққа салып жүрсеңіздер болады. Ең бастапқы жағдайда мен солай жасадым. Бір үлкен 5000 теңгеге зат саттым, оның қасына кішкентай бір ручка салып жібердім деген секілді нәрселер болды. Олай жасасаңыздар, және міндетті түрде оның қасына открытка жазсаңыздар, немесе қолмен жазып жіберсеңіздер болады. Біздің сенім білдіргеніңізге рахмет, бізден товар алғаныңызға рахмет деген секілді, сізді тағы да күтеміз деген секілді сөздермен.
яғни Каспи бұл қазір бізде өте бір күшті бір азарт сияқты қараймын мен. Егер көзін біліп алсаңыздар, қай затыңызды өтімді екенін біліп алсаңыздар, және кейбір заттар өтімді болмаса да өздеріңіз солай топқа шығару арқылы өткізіп жіберсеңіздер болады. Жаңағы блогерлерге реклама жасау арқылы, немесе тиктокқа да, инстаграмға да рилс арқылы ол заттарыңызды, білесіздер ғой, байқап қалатын шығарсыздар, арасында шығып қалады бір қытайдың бір товары, чудо товар, адамдар көп оны қолданып жатырған. Таңғалып қарап қаласыздар ғой, залипательный видео деп отырамыз ғой. Сол сияқты сіздер де өз заттарыңызды қалай қолданып жатқанын, ашып жатқанын, пакетке салып жатқанын рекламалау арқылы сіздердің товарларыңызға адамдарды шақыра аласыздар. Каспи ол болашақ онлайн маркет, ол дамый береді. Амазон секілді елестетіңіздер, Алиэкспресс секілді әлі олар өшкен жоқ. И Каспиде наоборот енді өшпейді, жандана береді деп ойлаймын. Тек қана бір проблема болуы мүмкін, ол сіздің магазинді жауып тастауы мүмкін, құдай сақтасын одан. Бірақ атак Каспи өзі өсе береді. Сол үшін әртүрлі затпен өсіп қалуға, товарыңызды топқа шығарып қалуға тырысыңыздар. Менен осындай кеңестер.